Бәріңіз сәлем. Мүмкін әрқайсыңыз өз өміріңізде кем дегенде бір рет ұшақпен ұшып көрген шығарсыз. Немесе ұшқыңыз келген шығар. Сіз өздеріңізге сұрақ қойып көріп пе едіңіздер? Сіздің бұл мәдениетсіз болып қалады. Әжетханаға барған кездегі қалдығыңыз қайда кетеді? Так, біз кішкене алаңдап кеттік. Сіз мүмкін сізді қызықтыратын сұрақтар бар екенін білетін шығарсыз. Бірақ өкінішке орай сізде жауап жоқ. Ата-аналарымыздың алдында ақылды болып көргіміз келеді. Бірақ айтатын еш нәрсе жоқ. Бірақ бір минут күте тұрыңыз. Егер сұрақ болса, оған жауап міндетті түрде болу керек. Біз бүгінгі видеода сіздерге арнайы қызықты сұрақтарға ғаламтордан жауап іздеп, жауабын айтамыз. Олай болса, кеттік. Қанша май жинау керек уақыт өткізбейтін болу үшін? Сіздерге қалай? Бірақ маған осы сұрақ қызық болды. Сіз өзіңізге елестетіп көріңізші. Сіз тірі қалғансыз. Егер бір жағдай болса, өзіңіз ғана емес, өзіңіздің жақындарыңызды денеңіз арқылы қорғай аласыз. Күшті уақыт, сонымен есептеп көрейік. Оқ өткізбейтін болу үшін қанша май жинау керек? Егер адам бойы 180 см, салмағы 80 кг болса, оған 9 мм калибрмен ататын болса, оған оны өткізбеу үшін сізге кем дегенде 30 см май керек болады. Енді арнайы формулалар арқылы есептеп көрейік. Толығырақ айтпаймыз, сізге онсыз да мектептегі бұларды айтып жатыр. Есептің қорытындысына келетін болсақ, сіздің денеңіз оқ өткізбейтін болу үшін сізге бар болғаны 550 кг май керек. Не болады адам инені жұтып қойса? Бұны бірден айтайық, бұны қайталаудың түк керегі жоқ. Бірақ бұл қызық, осы туралы бірнеше сценарий көрсек болады. Бәрінен жаманы жұтылған ине өкпеге кетіп қалса, немесе жүрекке. Бұндай жара дәрігерсіз өлімге алып келуі мүмкін. Бірақ тез болмайды. Бірақ бірінші өкпе өшеді, сосын екінші өкпе өшеді. Ине қай жерде тұрғанын білу үшін рентген қолданады. Тағы бір сценарий. Ине асқазанға түссе, ол қалдық ретінде шығуы мүмкін. Ол 80%-ға тең. Бірақ та достар, үлкен пайызға сенудің түкке қажеті жоқ. Ұшақпен ұшқанда сіздің қалдығыңыз қайда кетеді? Жарайды, бұндай түр жасамаңыз. Сіз бұл сұрақты қызықтырмаған секілді. Мүмкін сіздің ақылды досыңыз ұшақтағы қалдықтар жерге лақтырады дегенді естіген шығарсыз. Шын мәнінде ешкім самолеттен еш нәрсе лақтырмайды. Тіпті бұл салон қатылым жоқ қылар еді. Егер самолетте бір нәрсе ашылса, сыртқа қарай бір жеріңізбен бірге сорып алар еді. Шын мәнінде бұл қауіпсіз. Барлық қалдықтар қатты ауа ағыны арқылы арнайы бактарға жіберіледі. Сосын ұшақтан қалдық жауады дегендерге сенбеңіздер. Бұндай адамдардың фантазиясы бай. Егер өзіңізде жаңа нәрсе білсеңіз, лайк басуды ұмытпаңыз.